Супер қаһарман фильмдері көбінесе шаблонды сюжеттер мен стандартты кейіпкерлерді көрсетеді. Бәрімізге белгілі кинокомикстер 4 акттан тұратын структурамен құрастырылады. Бірінші акт. Кейіпкерлер қарапайым өмір сүріп жүргенде қиын жағдайға тап болады. Екінші акт. Кейіпкерлер белгілі бір ситуациядан кейін супер қабілетке ие болады. Үшінші акт. Зұлым кейіпкер, антагонист пайда болып, ол кейіпкерді кризиске итермелейді. Төртінші акт. Басты кейіпкер бар күшін салып, антагонистті жеңіп, мақсатына жетеді. Осы қарапайым структуралар Marvel, DC фильмдерінің көпшілігінде қолданылып келеді. Дегенмен соңғы жылдары бірқатар фильмдер бұл стереотиптерді бұзып, жанрды дәстүрлі шеңберінен шықты. Көрермендерге жаңа, ерекше тәжірибе ұсынды. Джокер. Джокер фильмі классикалық супергерой фильмдерінен түбегейлі ерекшеленеді. Мұнда басты кейіпкер Артур Флейк халықты құтқаратын қаһарман емес, қоғамдағы шеттетілген тұлға. Психологиялық мәселелерімен күреседі. Фильмде ешқандай эпикалық төбелес сахналары жоқ. Біз осы уақытқа дейін көрген Тим Бёртон мен Ноланның зұлым джокерлері өте классикалық антагонист болды. Ал бұл фильмдегі Джокерді біз тұлға ретінде түсіне аламыз, және оның неге зұлым адамға айналған себебін көреміз. Смотри, что произошло из-за тебя, что ты натворил. На улицах беспорядки, 2 полицейских в критическом состоянии, а ты смеешься. Ты смеешься, кого-то убили сегодня из-за того, что ты сделал. Я знаю. Фильм көбінесе кейіпкердің ішкі конфликттерін жақсырақ ашады. Темір адам, өрмекші адам мен Супермен сияқты фильмдер бір оқиға желісі бойынша түсірілсе, Джокер нелинейлі повествование арқылы флешбектерді көп көрсетіп, уақыттардан секіреді. Бұл кейіпкердің өткенін тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Біз осы уақытқа дейін супергерой фильмдерді көңілді, қызықты оқиғалар үшін қарадық. Ал Логан фильмі ультиматумға жеткен кәрі супергеройдың трагедия, өміріндегі соңғы сәттерін көрсетеді. Бәрімізге белгілі Хью Джекман ойнаған Росомаха персонажын бұрынғы Люди Икс фильмдерінен жақсы танушы едік. Логан фильмінде оны өте аянышты етіп көрсетті. Басты кейіпкердің қызымен қарым-қатынасы фильмнің супергерой жанрында емес, роуд-муви жанрына ұқсатады. Бэтмен кейіпкері өзінің әрбір фильмнің соңында антагонистерді жеңетін болса, Логан кейіпкері үлкен жеңіліске ұшырап, қайтыс болады. Фильмде шынайы және қараңғы атмосфера бар. Ол классикалық супергерой фильмдеріндегі жарқын және оптимистік реңктен мүлдем алшақ. Біз осы кезге дейін қараған супергеройлық фильмдер балаларға арнап түсірілген еді. Онда қан жуса, қатыгез сахналар мен немесе 18+ әзілдер болған жоқ. Бірақ Marvel мен Fox'тың бірігіп түсірген Deadpool фильмі бұл заңдарды бірінші болып бұзды. Фильм R рейтингінде шығып, соның өзінде көп кассалық сбор жинады. Өзінің стилін тапқан Deadpool сонымен қатар фильм бойынша 4-ші қабырғаны бұзып, көрермендермен тікелей сөйлеседі. Мое почтение. Знаю, что вы думаете. Чьи яичишки пришлось потеребить, чтобы выбить себе сольный ешей убивать. Өрмекші адам туралы фильмдердің барлық ремейктерінде Питерді өрмекші шағуы, оның Бен көкесінің өлуі және басқа да ұқсастықтар қайталана береді. Ал Человек-паук через вселенной анимациялық фильмінде сюжеттің инновациялық құрылымы мүлдем бөлек. Майлз Моралес басқа ғаламдағы өзіне ұқсайтын өрмекші адамдармен кездеседі. Түрлі Спайдермен нұсқалары, әртүрлі әлемдерден келген кейіпкерлер бір оқиға желісінде бірікті. Бұл шығармашылық тәсіл көрермендерге таныс емес еді. Анимацияның ерекше стилі мен визуалды шешімдері фильмді шынайы комикс әлеміне жақындатады. Анимацияның әсіресе әртүрлі текстуралар мен стильдерден қолданылуы көрерменнің назарын аудартады. Хранители фильмі супергерой жанрына терең философиялық және саяси контекст енгізеді. Фильмнің структурасы параллель сюжеттермен кейіпкерлердің күрделі байланыстарынан құралған. Фильм бірнеше уақыттық кезеңдерде өтеді. Мысалы, оқиғалар 1985 жылғы және өткен кезеңдерде, соның ішінде кейіпкерлердің өткен өмірі мен тарихы туралы үзінділерді көрсетеді. Случай с тобой это раньше. Ничего бы этого не было. Я что угодно могу изменить. Кроме человеческой природы.
Человек-муравей фильмінде біз Скоттың қалай ғылыми жобалар арқылы өз күшіне ие болғанын, ал Акваменнің қалай туылғанын, оның қаһарманға айналмастан бұрын болған өмірін көреміз. Зак Снайдердің «Хранители» фильмі кейіпкерлердің қалай күшке ие болғанын көрсетпейді. Бізге оқиғаның ортасынан бастап сюжетпен таныстырады. Және ең таңғалатыны, мұнда басты сюжет олардың супер адамдар екендігінде емес. «Темный рыцарь» фильмінде Бэтмен мен Джокердің арасындағы конфликт тек физикалық емес, философиялық деңгейде де жүреді. Біз Капитан Америка мен Тони Старктың шайқасуын көрдік. Ал Бэтмен мен Джокердің жай ғана бөлмеде отырып сөйлесуі қаншама супергеройлық фильмдердегі физикалық төбелестерден қарағанда әлде қайда қызығырақ көрінеді. Фильмде реализм элементтері көп. Қаладағы коррупция, әділетсіздік және моральдағы дағдарыстар бұл супергеройлық жанрдың қалыпты элементтерінде мүлдем жоқ нәрсе. Я убил тех людей. Да будет так. Нет, ты не такой. Нет, ты не можешь. Я буду таким, как нужно Готэму. Супергерой жанрына тән құрылымдардың өзгеруі фильмдердің жаңа, ерекше тәжірибе ұсынуында маңызды рөл атқарады. Осы аталған фильмдердің барлығы тек қаһармандықты ғана емес, адамгершілік, қоғам, психология және философияның терең аспектілерін қозғайды. Жаңа көзқарастары мен тәсілдер арқылы бұл фильмдер киноиндустрияда өзінің орнын таба білді және жаңадан жанр ойлап тапты десек қателеспейміз. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.